Сәлем достар. Қыс мезгіліне осындай көкөністен жасалған салат жапқыларыңыз келсе, осы видеоның соңына дейін көруге кеңес берем. Ашымайды, атылмайды, сол күйінде сақталады, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Осындай ешқандай су құйылған жоқ, мынау көкөністердің суынан шыққан. Ол үшін бізге көріп отырғандарыңыздай тәтті бұрышты әбден тазалап жуып аламыз. Яғни бұл жердегі ішін тазалап барып жуудағы мақсатымыз ішіндегі дәндері түгел алыну керек. Егер салаттың ішіне дәндері түсіп кеткен жағдайда ашып кету мүмкін. Ашып кету ықтималдығы жоғары болады. Сондықтан ішіндегі дәнегін алғаннан кейін осылай жуып алған бұл дұрыс. Міндетті жуып алу. Сонда бірде-бір дәні қалмайды, тап-тазалап шығады. Енді тазаланған тәтті бұрыштарды осылай өлшеп аламын. Мен адысым 1 келі десет, 3 келі тәтті бұрыш. Тәтті бұрышты 3 бөлек осылай өлшеп алып, ары қарай оны салымкілеп тураймыз. Үшінші ыдысы уже 3 келі шықты. Енді дәл осылай жуылған 4 келі помидорымды өлшеп, 3 келі бұл жерде де 3 келі помидорды өлшеп алам. Бұлай дайындап алып, енді турауға кірсем. Көріп отырғандарыңыздай тәтті бұрышты осылай ұзынша етіп тураймыз. Барлығын. Яғни 3 келі тәтті бұрышты. Барлығын дайындап алғандарыңыз дұрыс. Тәтті бұрыштан кейін осылай помидорды турап аламыз. Оны да осындай шағындап қойып тураймыз. Негізі кей жағдайда массировкадан де өткізіп жасайды, бірақ тураған дұрыс деп санадық. Сондықтан біз турадық. Осылай енді жарты келі жуа қажет бізге. Тазаланған жарты келі жуаны осылай кубиктап турап аламыз, мантыға тураған сияқты қылып. Міне көріп отырғандарыңыздай осы 3 келі бұрыш, 3 келі помидорға бар жоғы 200 грамм май құямыз. Қызып тұрған кастрөлімізге майды құйып, жаңа дайындаған жуамыз салып, әбден шыжғырып аламыз. Менде көріп отырғандарыңыздай ащы бұрыш дайындап қойдым. Чеснок 100 грамм. Ащы бұрыштың біреуі жеткілікті осыған. Жаңағы салған жуамыз уже қуырылып жатыр. Шеттері осылай қызара бастаған кезде жаңа дайындап қойған помидорымыздан бастап саламыз. Мына жаңа 3 келі помидорымыз. Помидорды салып былғалап аламыз, себебі помидорды бірінші салудағы себебіміз помидордың суы тез шығады. Бұл жерде мана басында айтып өткенде ешқандай су құймаймыз, осылай көкөністердің өзінің суы, яғни сөлі бөлінеді. Міне помидорды салып осылай былғап аламыз, себебі су шығу керек. Ол қайнап жатқан кезде босқа отырмай жаңа тазалап қойған сарымсақ, яғни чесногымызды туралап аламыз. Бұны қазір болсыраған кезде саламыз.
міне помидорымызды көріп отырғандарыңыздай суы шыға бастаған кезде дайындап қойған тәтті бұрышымызды саламыз. Салып тұрып осылай араластырып тұрғандарыңыз дұрыс, себебі ыдыс тарлау болса қазір араласуы қиындау болып кетеді. Міне көріп отырғандарыңыздай осы 6 келі көкөніске 2 ас қасық тұз салдым. Сол жеткілікті, себебі әр көкөністің өзінің қышқылдық дәмі болады, оны сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан көп тұз салғанды жөн көрмедік. Міне осылай жақсылап араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Перістінде, тәтті бұрышында суы шығу керек. Ащы бұрышты перчатка киіп кескен турағандарыңыз дұрыс, себебі ащы бұрышты білесіздер. Енді чеснокпен кішкене су 10-15 минуттан кейін тәтті бұрышпен помидор қайнағаннан кейін осылай чесногын, ащы бұрыш және 1 келі сәбізімізді салып, тағы бір араластырып 30 минутқа бұқтырып қоямыз. Жақсылап араластырып, сосын лавр жапырағын саламыз. Сосын 6 келіге 3-тен 6 келі шықты ғой, соған біз 6 аспирин саламыз. Оны 30 минуттан кейін саласыздар да, сосын 10 минут бұқтырып қоямыз, уксус құйып. Сосын әбден 40 минут қайнап болғаннан кейін міне осындай күйге келеді. Сосын ысылай банкілеріміз дайындап алдық қой, соған ысылай осылай құйып тастаймыз. Себебі крышкасы жабылуға жақсы болады, кептетіліп қалады. Міне жаңағы 6 литрден артықтау салат шықты, көріп отырғандарыңыздай. Дайындап көріңіздер, өте дәмді, қыста таптырмас азық болады өздеріңізге. Міне осындай шағын банкілерге салдық, үлкен банкіге салдық. Дәмі енді керемет, айта алмаймын. Достарыңызбен бөлісіңіздер, жасап көріңіздер. Ас болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Брандасы жоқ банкілерге осылай қаңылтыр қақпақпен жаптық. Осылай бәрін бір жерге жинап, жылы шүберекпен бір түтке жауып қоясыздар, яғни сіңу үшін. Сосын барып холодильникке салғандарыңыз дұрыс. Міне осындай қоймалжың әдемі өз сөліне піскен салат пайда болады.